Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Қазақстан кубогы үшін болған ойындарға байланысты араға бір апта үзіліс салып, Қазақстан чемпионатының ойындары қайта жанданды. Өткен демалыс күндері, яғни 20 және 21 сәуір күндері Премьер-лиганың 5-ші тур ойындары өтті. Турдың алғашқы матчы Қарағанды қаласында Премьер-лиганың биылғы дебютанттары астаналық Жеңіс пен түркістандық Тұран командаларының арасында болды. Ойынның 29 минутында қонақ команда Тұранның салған голы есепке алынбады. VAR жүйесіне жүгінген төреші осындай шешім қабылдады. Ал 38 минутта Жеңістің салған голы есепке алынды. Алыстан теуіп гол салған Жеңістің белорусиялық жартылай қорғаушысы Денис Гречиха. Осы гол ойындағы жалғыз гол болып қалды. Астаналық Жеңістің чемпионаттағы екінші жеңісі. Ал 4 турда да жеңіліс тауып келе жатқан қызылордалық Қайсар Атырауды қабылдаған болатын. Ойынның 53 минутында қонақтар есеп ашты. Көзге түскен Атыраудың португалиялық ойыншысы Педро Эужениу болды. Дегенмен Қайсар оған керемет голмен жауап берді. Ол голдың авторы белорус Валерий Громыко. Осыдан кейін Атырау капитаны Игорь Стасевич қызыл қағаз алып алаңнан қуылады. Ал 1-1 есебі өзгермеді. Қайсар алғашқы ұпайына қол жеткізді. Шымкентте өткен маусымның чемпионы Ордабасы Петропавлдық Қызылжарды қабылдады. Ойындағы есепті бірінші таймға қосылған қосымша уақытта Қызылжар командасы ашты. Гол авторы бұрыштама соққысы кезінде қараусыз қалған Қызылжардың белорусиялық сұрмергені Евгений Березкин болды. Ордабасы есепті теңестіруге тырысты. Асхат Тағыбергеннің қауіпті соққысын атап өтейік. Екінші таймның басында Ордабасы командасы да бұрыштама соққысынан кейін өз голдарын сала білді. Қарсылас команданың айып алаңындағы қарбалас сәтті пайдаланып, көзге түскен Сергей Малый болатын. Қорытынды есеп 1-1, командалар ұпай бөлісті. Алматының орталық стадионында Қайрат командасы Ақтөбені қабылдады. Тартысты өткен бұл керемет ойында ақтөбеліктердің жолдары болды. Олар голды көбірек салды, ал қайраттықтарға Шацкий тасқамал болып көп кедергі жасады. Есепті бірінші таймның аяғына қарай Ақтөбе ашты. VAR жүйесі арқылы анықталған пенальтиді Әлібек Қасым сәтті орындады. Ал екінші таймда қарымта шабуылдың нәтижесінде Максим Самородов есепті еселеді. 90+2 минутта Максим Самородов матчта дубль рәсімдеп ойынның нүктесін қойғандай болып еді. Бірақ Қайрат 90+6 минутта бір гол сала білді. Ол голдың авторы қазақстандық жас шабуылшы Вячеслав Шверов. Қорытынды есеп 1-3, Ақтөбенің жеңіліссіз ойындары жалғасуда. 21 сәуірде ойындарын Алматыда өткізіп жатқан елордалық Астана командасы қостанайлық Тобылды қабылдады. Тартысқа толы бұл текетіресте де аз гол салынбады. Есепті ойынның 13 минутында Тобыл ашты. Бұрыштама соққысынан кейін көзге түсіп, гол авторы атанған Тобылдың бойшаң франциялық қорғаушысы Папалиун Ндае болды. Ал 27 минутта Астананың хорватиялық шабуылшысы Марин Томасов қарсылас команданың қақпашысынан айласын асырып есепті теңестірді. Голдар екінші таймда да салынды. 78 минутта Тобылдың тоголық шабуылшысы Давид Эннен гол салып, командасын тағы да есепте алға шығарды. Елордалықтар да берілмеді. 90+3 минутта Усман Камараны алмастырған қазақстандық шабуылшы Станислав Басманов алаңға шыға салысымен гол салып есепті теңестіреді. Бұдан кейін қостанайлықтар тағы да гол салып алға шыққан еді, бірақ Руслан Валиулиннің голын төреші есепке алмады. Қорытынды есеп 2-2, текетірес тең аяқталды. 21 сәуірде 5-ші турда Талдықорғанда Жетісу Шахтер матчы аяқтады. Бұл матчтағы жалғыз гол пенальтиден салынды. Оны орындаған Жетісудың капитаны Сергжан Мужықов болды. Жетісу ұпай қорын көбейтуде, ал Шахтер командасының жағдайы онша емес. Бар жоғы өткен турда қол жеткізген 3 ұпай ғана. Енді назарларыңызға Қазақстан Премьер-лигасының 5-ші турынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Осының алдындағы көшбасшы команда Қайрат 5-ші орынға сырғып төмендеді. Ал сол Қайратты жеңген Ақтөбе командасы жеке дара көш бастады. Дегенмен 2-ші, 3-ші, 4-ші орындардағы Қызылжар, Ордабасы және Тобыл командаларында да Қайраттағыдай 8 ұпайдан бар. Ал көш соңында осы турда 1 ұпайға қол жеткізген қызылордалық Қайсар командасы келеді. Чемпионатымыздың сұрмергендер тізімін 4 голдан салған қызылжарлық Евгений Березкин мен ақтөбелік Максим Самородов бастап келеді. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 5-ші тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. 6-ші тур ойындары 27 және 28 сәуір күндері өтеді.
Бизди карагандарыңыз үчүн сиздерге көп рахмет. Келесе кездескенче аман сау болуңуздар.